Қасиетті Рамазан айында ізгі шарамен жүректерді жылытып жатқан жандар аз емес. Солардың бірі Семейдегі Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы. Олар бірнеше жыл жинаған қаржысына жетімдіктің тауқыметін көріп өскен студентке баспана кілтін табыс етті. Ұстаздар осыдан 6 жыл бұрын ата-ана қамқорлығынсыз қалған 2 баланы таңдап алып, арнайы ашылған шоттарына ақша аударып отырған. Кәмелеттік жасқа толған кезде бұл қаржыға баспана сатып әперілді. Аягөз қаласындағы политехникалық колледжде бағдарламашы мамандығын оқып жатқан Еркежан Ерсін қызы үшін бұл күтпеген жаңалық болды. Маған желтоқсан айында осы Назарбаев мектебінен Гүлнар апай звондайды. Сол кезде айтады: "Осылай, біз сені жоғалтуға бәрін тауып отырмыз. Сенде осындай счет бар" дейді. Мен басында сенбеймін. Содан кейін дұрыстап анықтап звондап сұраймыз. Сол кезде осылай шын бар екенін білеміз. Бірақ мен ойлаған жоқпын, осылай барлығы шын болып, осылай шын орындалатын. Бүгін көзім жетіп отыр, бүкілі шын армандар орындалады екен. Ата-ананы айырбастай алмасақ та, мен ойлаймын, Еркежанға біздің ұжым туыс адам сияқты болып отырмыз біз. Сондықтан үлкен табыс тілейміз, үйі берекелі, құтты үй болсын. Енді екінші тағы бір бала бар, біз қаражат аударып отырған. Ол бала биыл 15 жаста. Енді 1-2 жылдан кейін, кәмелетке толғаннан кейін ол балаға да пәтер алып бермекшіміз.